Жаңылса сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын компот рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен жемістерді жуып тазалап дайындап аламыз. Видеодағыдай сабақтарынан жүзімді ажыратып дайындаймыз. Алманың кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Мен сары алма мен қызыл алма қолдандым. Және де алдын ала банкілерімізді стерилдеп дайындап қоямыз. Және де газге суымызды қайнатамыз. Енді 2 литрлік банкіге жемістерді саламыз. Жасалу жолы өте оңай. Осылайынан жасай бересіздер. Банкілеріміздің барлығын осылайын дайындап қоямыз. Судың қайнағанын күтеміз енді. Енді қайнап тұрған суды үстіне қоямыз. Жемістеріміздің барлығы батып тұратындай етіп қоямыз. Және де 10 минутқа, 15 минутқа қалдырамыз. Енді бұл суымызды төгіп тастамаймыз. 10 минуттан кейін, 15 минуттан кейін қайтадан сол қайнататын ыдысымызға құямыз. Түсі де әдемі болып шығады. Осылайынан барлығын құйып тастап, бетін жауып қайнатамыз. Енді банкілерімізге қантын салып, суын құйып, бұраймыз. Одан кейін қанты толық ерігенше банкілерімізді біраз шайқап осылайынан ертіп аламыз. Барлық банкілерімізді осылайынан қантты салып, суын құйып, барлығын жауып, бұрап, толық суығанша жылы орап қою керек. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.